Қабірде жатқан адамдарды көрген кезде ол жерде жақсылар жатыр және жамандар жатыр. Жақсылар хадисте келгендей жаннаттың бір бақшасында жатыр. Ал жамандар, қабір азабын көріп жатқандар не деп жатыр олар? Раббирджиун, о Раббым, мені бір сәтке қайтаршы. Мені бір жарты сағатқа болса да, бір сағатқа да болса да осы дүниеге кері қайтаршы деп, сіздің сағаттап ысырап етіп жатқан уақытыңызды күндеп, айлап, сол қабірде жатқан адамдар армандап жатыр. Шіркін, маған сол уақыт берілсе, сол мүмкіндік берілсе деп. Демек сізде үлкен нығмет бар. Бағанағы о дүниелік болған, қанша ол бай болсын, қанша шіріген миллиардер болсын, бірақ бұл дүниеде құлшылығын жасамай өтіп кеткен әлгі байлар сізге берілген уақыт нығметінің әшейін бір 1%, жарты процентін солар армандап жатыр. Демек сізде үлкен нығмет бар ғой. Басқаларда жоқ, сол қанша о дүниеліктерде жоқ, үлкен нығмет бар сізде. Ол нығметті сезіну үшін сіз сол нығметтен айырылғандарды көруіңіз керек. Сол үшін де әлгі ғұламалар осылай қабірстанға да, молаға, зиратқа барып тұрады екен. Ол бір жағынан ақиретті еске түсіреді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, оған дайындалу керектігін, және Алла тағала бізге қазір мүмкіндік етіп беріп қойған уақыт нығметі бар екендігін сездіреді.